Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге асқабақтың адам ағзасына пайдасы мен зиянын айтып беретін боламын. Сондықтан мені қолдап, видеоны мұқият соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Өте пайдалы, құнды ақпараттармен бөлісетін боламын. Егер де сіздер каналға тіркелмеген, менің жаңадан келген көрерменім болсаңыздар, онда мені қолдап, каналға тіркеліп, және де қоңыраушаның белгісін все дегенге басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген видеоларым сіздерге уведомление ретінде барып тұратын болады. Асқабақты нағыз ерекше өсімдік деп санауға болады. Оны тек сау адамдарға ғана емес, сонымен қатар түрлі аурулардан зардап шегетіндерге де ұсынуға болады. Сондықтан да асқабақты денсаулық эликсирі деп те атайды. Асқабақ ешқандай қарсы көрсетілімсіз пайдалы қасиеттерге тез және толықтай сіңімді болады. Асқабақтан жасалған тағамдарды ағза жақсы қабылдап қана қоймай, басқа тағамдарды, мысалы майлы ет, ысталған ет және де жаңғақты сіңіруге көмектеседі. Егер де сіз асқабақ тағамдарын диетаға енгізсеңіз, көкөністің ас қорыту үшін пайдасы сөзсіз. Ол тек артық салмақтан арылтуға ғана емес, сонымен қатар ас қорыту процестерін құруға және ішектегі токсиндерді тазартуға көмектеседі. Қан қысымы жоғары және атеросклероз қаупі бар немесе қауіпті адамдар үшін де пайдалы. Дәрігерлер асқабақтың бауырға және жүрек тамыр жүйесіне пайдасы зор екенін айтады. Асқабақтың құрамында көптеген минералды тұздар, соның ішінде калий өте көп. Сондықтан несеп жыныс аурулары, пиелонефрит, цистит ауруларын емдеуге пайдаланады. Минералды тұздар, дәрумендер, органикалық қышқылдар мен пектиндердің үйлесімі күзде және қыс мезгілінде иммунитет табиғи түрде төмендеп, депрессия, ұйқысыздық пен көңіл күйдің өзгеруі кезінде асқабақтың шырынын ішу өте пайдалы. Мен алдыңғы видео сабақта каналыма дәл осы асқабақтың шырынын үй жағдайында дайындап көрсеткен болатынмын. Өте оңай, жылдам дайындалады және де көп шығынды да қажет етпейді. Дүкендегі шырындардан әлде қайда дәмді болып шығады. Сондықтан егер де көрмеген болсаңыздар, төменге сілтемесін қалдырамын, кіріп қарап көріңіздер, және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, қазақша контенттің өсуіне қолдау білдіріп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Асқабақ шырынын бір айдың мөлшерінде күнде таңертең бір стаканның жартысын аш қарынға, ал қалған жартысын таңғы аспен бірге ішіп отыру керек. Сонда күнделікті 200 мл асқабақ шырынын ішуіңіз қажет болады. Асқабақтың дәнінде де, целлюлозасында да құрамында мырышы бар. Сондықтан ер адамдардың ағзасына өте пайдалы. Бұл элемент ұрпақты болу жүйесінің және де шәует сапасын сақтауды маңызды рөл атқарады. Асқабақты пайдаланудың қарсы көрсеткіштері де бар. Егер де асқазан ішек жолдарында жара бар болатын болса, және де холецистит, гастрит, панкреатит, ойық жарасы бар науқастарға дәрігермен кеңесіп барып қабылдағаны дұрыс. Осы рецепттердің барлығы құрамына асқабақ қосып дайындалған болатын. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, дәл осы рецепттерді көріп жасап көрсеңіздер болады. Алдағы уақытта әртүрлі тәтті дәмділерді жасап көрсететін боламын. Осы тағамдардың сілтемесінің барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдырамын. Кіріп қарап көріңіздер, және де басқа да жаңа түрлі рецепттер шығады. Сондықтан каналға тіркеліп, алдағы уақытта видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаның белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Қазір күз мезгілі, асқабақтың пісетін уақыты, сондықтан асқабақтан кез келген дәмді тағамдарды дайындап үйреніңіздер. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Келесі видео рецепте көріскенше аман сау болыңыздар.